Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Абдикалайкова Света Байекеқызы, биология мұғалімі. 10 класс биология сабағы. Сабақтың тақырыбы бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмі, бұлшықет талшығының Т жүйесі. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз бұлшықеттің жиырылу механизмі. Сіздің меңгеретініңіз бұлшықеттің жиырылу механизмін түсіндіру. Философ Тиссо қозғалыс өз әрекеті арқылы кез келген дәріні алмастыра алады, ал әлемдегі барлық заттар бірігіп, қозғалыстың әрекетін алмастыра алмайды деп, қозғалыстың маңызын ерекше атаған. Келесі бейне көріністен қозғалыстың қалай жүзеге асатынын көресіздер. Бұлшықет жасушаларын өте ұзын әрі жіңішке болғандықтан бұлшықет талшықтары деп атайды. Бұлшықеттің барлық түрінің негізгі ерекшелігі олардың жиырылу қабілетінде. Бұлшықет талшықтарының жиырылу элементтері миофибрил деп аталатын цитоқаңқаның қатар жатқан филаменттері арқылы түзілген. Миофибрилалар жасуша кеңістігінің басым бөлігін алып жатады. Қаңқа және жүрек бұлшықетінің миофибрилалары қайталанып келетін ақ және қара түсті кезектесіп келетін жолақтарға бөлінген. Бұлшықет талшықтары коллагенді талшықтар арқылы сіңірмен байланысып, сәйкесінше сүйектің, буынның және терінің қозғалысын тудырады. Міне оқушылар, өздеріңіз байқағандай қозғалыс күрделі механизм. Бұлшықеттің қозғалысы жиырылу мен босаңсудан тұрады. Қаңқа бұлшықетінің қозуы кезінде стимулға жауап ретінде бұлшықет механикалық қызмет атқарады. Бұл өз кезегінде бұлшықеттің қысқаруына алып келеді. Осыдан кейін абсолюттік рефрактерлік кезең басталады. Бұл кезеңде бұлшықет талшығы ешқандай тітіркендіргішке жауап бермейді. Сондықтан жиырылу жүзеге аспайды. Абсолюттік рефрактерлік кезеңнен кейін салыстырмалы рефрактерлік кезең басталады. Бұл кезде тек мықты стимул ғана жиырылуды тудыруы мүмкін. Рефрактерлік кезең дегеніміз бұлшықет талшықтарын бастапқы қалпына келтіруге кететін уақыт. Бұлшықет жиырылуының 3 типін ажыратады: изотониялық, изометриялық, ауксотониялық. Изотониялық жиырылу кезінде бұлшықеттің ширығу деңгейі өзгермейді, тек бұлшықеттің ұзындығы қысқарады. Изометриялық жағдайда бұлшықеттің ұзындығы өзгермейді, тек ширығу деңгейі артады. Табиғи жағдайда таза изотониялық немесе таза изометриялық жиырылу болмайды. Ауксотониялық жиырылуда бұлшықеттің ұзындығы мен ширығу деңгейі бірдей өзгереді. Мұндай жиырылу режимі адамның еңбек әрекетінен байқалады. Оқушылар, келесі бейне көрініс бұлшықеттің жиырылу механизмін тереңірек қарастырады. Миофибрилалар бірінен кейін бірі тізбектеліп байланысқан саркомерлерден тұрады. Саркомер құрамында жуан және жіңішке нәруыз талшықтары бар. Олар белгілі бір реттілікпен орналасқан. Миофибрилалар бір-бірінің үстімен сырғығанда жиырылу жүзеге асады. Миозин филаментінен жуан жіпше пайда болады. Олар дәл ортасында орналасқан және М сызығын түзеді. Актин нәруызы жіңішке жіпшені түзеді. Олар саркомердің шетінде орналасқан және Z сызығын түзеді. Актин миофиламенті Z сызығында орналасқандықтан саркомерлер екі жанынан қысқарады. Саркомер ұзындығының өзгеруі кезінде жіпшелер бір-бірінің үстімен сырғиды. Жиырылу кезінде актин жіпшелері саркомердің ортасына қарай жылжиды. Бұл миозин филаменті арқылы жүзеге асады. Миозин жіпшелерінің басы ілмек қызметін атқарады. Ол F актинге бекінеді. Сөйтіп, көлденең көпір түзіледі. Актин молекулалары А дискінің ішкі жағына жылжиды. Миозин жіпшесінің қосарлы басы актиннен бөлінеді және актиннің басқа бөліктеріне ілінеді. Бұл процесс аденозин трифосфаттың аденозин дифосфатпен фосфатқа ыдырауынан, яғни гидролизденуінен басталады. Осыдан кейін жіпшенің басы актиннің келесі бөлігіне жалғасады. Фосфат бөлек кетеді. Бұл миозин мен актин байланысының берік болуына әкеледі. Миозин жіпшесінің басы конфигурацияға ұшырайды, яғни актин миофиламенттерін бір-біріне жақындатады. Миозин жіпшесінің басы жаңа АТФ молекуласы келіп, оны босатқанша актинге бекітулі болады.
Осылайша цикл қайталана береді. Немесе АТФ ыдырамайды да босаңсу жүреді. Бұлшықеттің жиырылуы кальций иондары арқылы реттеліп отырады. Жіңішке актин миофиламенттері тропонин және тропомиозин деп аталатын реттеуші нәруыздармен байланысты. Жиырылуды реттеу үшін тропомиозин және тропонин нәруызы актинге бекінеді. Бұлшықет босаңсығанда тропомиозин көлденең көпірді бұғақтайды. Кальций иондары мен АТФ мөлшері қажетті деңгейге дейін жеткенде кальций ионы тропонинмен байланысады. Сол кезде тропомиозин ығысып шығады да актин мен миозиннің жалғануына әкеледі. Оқушылар, бейне көріністен өздеріңіз байқаған қозғалыс жіптердің сырғу механизмі арқылы жүзеге асады. Бұл механизмді түсіндіретін теория сырғанақ жіп теориясы. Авторлары Хаксли, Хенсен, Нидергер. Оқушылар, жіпшелер арасындағы электромеханикалық тартылысты бейне көрініс арқылы көрдік. Енді осы процестің, яғни қаңқа бұлшықеті жиырылуының молекулалық механизмі сызба нұсқасын қарастырайық. Бірінші, актин филаменті. Екінші, байланыстыру орталығы. Үшінші, миозин филаменті. Төртінші, миозиннің басы. Бесінші, Z дискі. А суретінде миозиннің басы актинге байланыстыру орталығы арқылы бекінеді. Көлденең көпірше осылай пайда болады. Б суретінде миозин жіпшесі бойымен актин жіпшелерінің сырғуы көрсетілген. АТФ молекуласы миозиннің басын актиннен босатады. Б суретінде аденозин трифосфат, аденозин дифосфат пен фосфатқа ыдырайды. Г суретінде Z дискісінің жылжуынан саркомердің қысқаруы байқалады. Оқушылар, енді бұлшықет талшығының жиырылу механизміндегі Т жүйесінің маңызына тоқталайық. Жиырылу үдерісін кальций иондары белсендіреді. Кальций иондары саркоплазмалық ретикулум деп аталатын бұлшықет талшығындағы мамандандырылған эндоплазмалық торда жинақталады. Саркоплазмалық ретикулум өз кезегінде Т жүйесімен байланысады. Т жүйесі дегеніміз сарколемадан түзілген және түтікшелерден құралған жүйе. Т жүйесі талшықтар мен миофибрилалар арасынан өтеді. Кейбір жерде Т жүйесі саркоплазмалық ретикулумның екі цистернасы арасынан өтеді. Бір Т жүйесі мен екі саркоплазмалық ретикулумның цистернасынан құралған кешен триада деп аталады. Триада цистерналарында кальций иондары сақталады және қажет кезінде олар босап шығады. Кальций иондарының концентрациясы бұлшықет талшығының жиырылу механизмін тудырады. Жүйке импульсы жеткен сәтте әрекет потенциалы толқын арқылы Т жүйесіне беріледі. Яғни деполяризация толқыны тарайды. Одан саркоплазмалық ретикулумға беріледі. Бұл саркоплазмалық ретикулумның цистерналарында жинақталған кальций иондарының босап шығуына ықпал етеді. Мына диаграммада бұлшықеттің жиырылу механизмі бір ізділікпен берілген. Саркоплазмалық ретикулумнан кальций иондары босап шыққаннан кейін миофибрилаға енеді. Кальций ионы тропонинмен байланысып, кейін тропомиозиннің ығысуына әсер етеді. Сол кезде миозин мен актиннің байланысы жүзеге асады. Солайша миофибрил қысқарады. Кальций ионының концентрациясы төмендегеннен кейін көлденең көпірше босайды. Яғни өз кезегінде миофибрил босаңсиды. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге мына үлгідегі тапсырмаларды ұсынамын. Бірінші, көрсетілген сызба бойынша бұлшықеттің жиырылуына қатысатын компоненттерді атаңыз. Жауабы: суретте саркомер берілген. Сызба бойынша бұлшықеттің жиырылуына қатысатын компоненттер: қызыл түсті жуан жіпше миозин, көк түспен жіңішке жіпшелер актин берілген. Миозиннің актинмен байланысатын бөлігі өсінді бейнеленген.
Келесі тапсырма. Кестеде бұлшықет жиырылуы кезінде орындалатын іс-әрекеттер берілген. Іс-әрекеттерді орындалуына байланысты дұрыс реттілікпен орналастырыңыз. Жауабы: бұлшықеттің жиырылуы кезінде орындалатын іс-әрекеттер мына реттілікпен берілген. Бірінші, кальций иондарының саркоплазмалық тордан шығуы. Екінші, миозин бастарының актинмен байланысуы. Үшінші, саркомердің қысқаруы. Төртінші, кальций иондарының тропонинмен байланысуы. Бесінші, Т түтіктерінің, яғни Т жүйесінің деполяризациялануы. Алтыншы, актиннің байланысу аймағының ашылуы. Жетінші, миозин бастарының иілуі. Сегізінші, тропомиозиннің ығысуы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.